Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы. Мен бүгін сіздерге 2011 жылы шыққан драма жанрындағы Король и Побега сериалының алғашқы маусымының бірінші және екінші сериясын баяндап беретін боламын. Бейне басталмас бұрын каналға жазылып лайк басып кетіңізші, бұл сіздер үшін бірнеше секундтық іс, ал біз үшін үлкен қолдау. Ендеше кеттік. Түрмеде Теламан есімді жігіт өзінің керуеттің екінші ярусында қанша секунд ұстап тұра алатынын санауда. Жігіттің ерекше жаттығуы ешкімді күдіктендіре қоймайды. Өйткені жігіт қалған уақыттарда өзін қарапайым ұстайды емес пе? Сонымен қатар Теламанның түрмедегі бағасы өте жақсы, өйткені жігіт көліктің нөмірлерін өндіретін цехқа жұмысқа тұрақты келіп жүреді. Кезекті жарамсыз нөмір табағы урнаға тасталып, араға бір ай салып Теламан сондай жарамсыз нөмірлері толы қоқыспен артқы аулаға шығады. Полицейлер өздерінің бар назарын сондағы сүйкімді бойжеткенге бөліп жатқанында мүмкіндікті құр жібергісі келмеген Теламан білдіртпей көлікке жүгіріп барып, өзінің түрмеде үйренген қабілетінің арқасында көліктің астына жабысып алады. Құралға түсіп қалмас үшін нөмірлік белгілермен бүркенеді. Осылай Теламан түрменің аймағынан айқай-шусыз шығып кете алды. Енді сериалдың басқа персонаждарымен танысатын боламыз. Шарли есімді маршал қызметтік тәртіп бұзу салдарынан жұмыстан шеттетілген бұрынғы әріптесінің қасына тоқтайды. Жұмыстан шеттетілгенімен Рейдің қашқындарды құрықтауда үлкен пайдасы тиюі мүмкін. Әртүрлі әрі нашар түрмелердегі 4 тұтқын ауысу туралы хабарлама алады, ал шындығында олар федералдың ұсынысымен шақырылған. Әр тұтқын қашып кеткен Теламанды ұстауға көмектесуі мүмкін. Осы жолда атқарған еңбектер үшін олардың түрмеден өтейтін уақыттарының бір айы сызылып, жеңілдетілген режиммен ең жақсы түрмелерге ауысатын болады. Төртеуі де федералдар ұсыныс жасағасын тіпті ойланбастан өздерінің келісімінің белгісі ретінде қолын көтереді. Араларында барлығынан бұрын жаңа шартқа түрмеге құмар ойындары салдарынан түскен вундеркинд Ллойд келіседі. Жігіт жаңа орын өзінің абыройын қайтаратынына сенімді. Ал осы үшін тартылған жаңа қызметкерлер қоғамдық қолдаумен Теламан істерін зерттеуге мүмкіндік алады. Бірақ соған қарамастан маршал өзінің бағыныштыларын бақылаудан шығарғысы келмейді. Сондықтан да Гендерсон кафеден пышақ ұрлап жатқанда оны дереу сезіп қойып тұтқынды сондағы үстелге кісендеп кетеді. Оны қайтадан түрмеге жіберетін полицейлер алып кеткенше. Осылай ұстауға көмектесетін тұтқындардың саны біреуге азаяды. Осыдан кейін маршал ұрлық болған күні сол банкте жұмыс істеген қыздың үйіне келеді. Алайда ол жігіттің полицейлердің назарын аударып жатқанда қашып кетеді. Алысқа қаша алмаған қызды ұстап алған маршал, сен бізге куәлік етесің немесе сені Теламан тауып алатын болады деп қызды қылмыс бойынша куәгерлік етуге көндіруге тырысуда. Бірақ қанша тырысқандарына қарамастан қыз өзінің іске қатысы жоқ екенін айтып қоймайды. Осы кезде іске Ллойд кіріседі. Өзіне тән ерекше қабілетін ақылын іске қосқан жігіт күдікті қыздың психологиялық портретін құрастырып, қыздың расымен де ештеңеге қатысы жоқ екенін анықтайды. Тыңдау құралдарын ол болған барлық жерлерге қалдырып жүрген Теламан болса, полицейлердің оны ұстауға тырысып жатқан әрбір келесі қадамын анықтап отыр. Осыдан кейін Теламан өзінің бұрынғы серіктесіне аттанады. Мұнда келе салысымен серіктесі Жибодан Теламан түрмеге түспей тұрып ұрлаған ақшаның қайда екенін сұрай бастайды. Алайда Жибо жігітпен ақшаны бөліскісі келмейді, не шынымен де ақшаның қайда екенін білмейді. Теламан мұндайларға бас қатырып отыратындардың қатарынан емес, сондықтан өз шаруасын бітіріп кетіп қалады. Бірнеше уақыттан кейін осында келген маршал Жибоны үстелде жансыз жерінен тауып алады. Басты күдіктілерінен айырылғанымен басқа тергеуге қажетті айғақтар жетерлік. Рей тіпті тыңдау құралында тауып алады. Осы арқылы Теламан қылмыскерлермен байланысқа шығып, олармен кездесулерін ұйымдастырып отырады екен. Банктан алған күнгі видеоны тауып алған олар Теламанның сол банктегі серіктесі өздері ойлап жүрген емес, басқа қызметкер болғанын түсінеді. Өкінштісі ол қызметкер қалада жоқ. Бұл уақытта Теламан болса сол банктегі көмектескен қызметкердің үйіне келеді. Есімі Кайл, ақшаны алу үшін. Бірақ онда тек әйел мен жасөспірім қызының ғана отырғанын көреді. Кешке үйіне оралған Кайл өзінің отбасының бірдеңеден қорқып отырғанын көреді. Ал Ллойд пен Филе болса бұл уақытта Кайла өзінің ағасымен бірге ашқан барға келеді. Филе өзінің әйелді еліктіретін қабілеттерін пайдалана отырып өздеріне керекті ақпаратты біліп алмақшы. Алайда олардың жоспары сәтсіздікке ұшырап, мейірімді операциялары арпалысқа ұласады. Бірақ соған қарамастан маршал өздеріне керекті ақпаратты біле алып, Кайланың үйіне қарай асығады. Үйге басып кірген полицейлер тек оның жұбайын ғана көреді. Қорқып қалған әйел полицейлерден Теламан ұрлап кеткен қызымды құтқарып қалыңдаршы деп жалбарынуда. Осы кезде үй телефонына қоңырау келеді. Бұл Теламан. Ұры полицейлерге егер іздеулеріңді қоймасаңдар, Кайланың қызынан нашар болады деп қоқаулық көрсетеді. Осылай талдауға кіріскен команда Теламан тұтқынды алып қандай жолмен кететінін анықтай алды. Сондай заправкалардың біріне полицейлер торауыл құрайық деп шешеді.
Іске кіріскен Филиме Шей отбасылық ұрыс жасап, жасанды көлік апатын ұйымдастырады. Енді басып алу операциясына полицейлер кіріседі. Бірақ Тилман мұндай жауапқа дайындалып келіпті. Қолына мобилді телефон алған жігіт осы арқылы қыздың беліне оралған жарылғышты іске қоса алатындарын мақтанышпен айтады. Амалы қалмаған Шарли барлығына қаруларыңды тастап кері шегініңдер деген бұйрық береді. Рей болса қолдарына түскен Тилманды осылай жібере салатындарына көндіге алар емес. Сондықтан да маршалды тыңдағысы келмеген Рей арасында түсініспеушілік пайда болады. Отқа май құятын сәт туды деген қылмыскер Рейге сенің пікірің ештеңені шешпеді деп оны ашуландыруға тырысуда. Бірақ соңында Шарли өзі қаруынан оқ атады. Осылай көмектескен тұтқындарды түрмеге қайта жібереді, әрине уәде еткендей жеңілдетілген режиммен. Алайда анасынан мақтау күткен жігіт мақтау емес сөгістер алады. Сен бұдан да жақсысын істей алар едің деп. Осыдан кейін екінші серияға көшетін боламыз. Тұтқындардың бірі сабырлы Хавьер медпунктта жұмыс істеуде. Қызметкерлердің сеніміне кіргенінің арқасында дәрігер бар назарын телефонға аударып жатқанда сәтті пайдаланған еркек өзінің шалбарына ақжаймана тығады. Өлім жазасы болатын күні түрменің қасына журналистер мен қолдарына плакаттар бар. Өлім жазасына қарсы ереуілшілер жиналады. Түрмеде өлім жазасына электрлік орындықты пайдалану кезінде оқылық болмас үшін электр желісін сынақтан өткізуде. Алғашқы жарық сөнген кезде Хавьер өзіне қажетті алғашқы заттарды істеуге кіріседі. Жарық қайта сөнген кезде қуат толқынын пайдаланған еркек әжетхана қағазының жеңін жағады. Осылай жасанды өрт ұйымдастыра алған еркек әдейі өзінің қолын жағып жібереді. Өрт сөндіруге кіріскен күзетшілер Хавьерді медпунктке жібереді. Ол жерден дәрігерден ауыртпайтын дәрісі бар шприцті тартып алып дәрігерге шабуылдап дайындалған туннель бойынша қашып кетеді. Өзінің алдын ұрлап кеткен ақжаймасын шығарып, өлім жазасына қарсымын деген лозунг жазады. Ереуілшілердің арасына сіңісіп кету үшін. Алайда енді сыртқа шыққан Хавьер оның түрмеден қашып келе жатқан қашқын екенін анықтап қойған азаматша қызға тап болады. Куәгерден сол жерде құтылған еркек оның фургонына отырып қашып кетеді. Осыдан кейін басқа түрменің тұрғын бөлмесіне ауысамыз. Онда қашқындарды ұстауға көмектесетін біз білетін тұтқындар ұсталады. Ллойдтың қасына келген Шей оның құлағына біздің көмегіміз тағы керек болды деп сыбырлайды. Бірақ бұл жолы екеуі ғана болады. Сөйтсе Филенің қашуға пайдаланбақшы болған тіркелген үлкен шотын полицейлер анықтап қойып оны істен шеттетіпті. Осылай екі жігіт Шарлидің кабинетіне алып келеді. Ол жерде оларға олардың жаңа серіктесі Эриканы таныстырады. Модельдік келбетке сұлу қыз өзінің қандай қылмыс үшін түрмеге түскенін айтқысы келмейді. Оның үстіне қыз диалогқа түскенді ұната бермейтін секілді. Сондықтан да Маршал бастаған команда өз істеріне кірісіп кетеді. Маршал команданы Хавьермен таныстыра бастайды. Барлығын Хавьердің түрмеден қашуы қатты таңғалдырады. Өйткені байқаусызда адам өлтіру фактісі бойынша жазасын өтеп жатқан қарапайым Хавьер 5 жыл ғана алған болатын. Өзінің түрмедегі көрсеткен жақсы мінезі үшін 2 жылдан кейін түрмеден шыға алатын еді. Бірақ Хавьер сәл күтудің орнына қашу туралы шешім қабылдапты. Олардың өздерінің ізденістерін әйелінің үйінен бастайық деп шешеді. Команданың пайымы бойынша мәселенің бәрі сонда жатуы мүмкін. Алайда әйелі күйеуінің қайда екенін білмей ғана қоймай, полицейлерге көмектеспейтінін ашық айтады. Әйелі қарапайым отбасылы күйеуін әділетсіз түрмеге тоғытты деп есептейді екен. Маршал әйелмен сөйлесіп жатқанда Ллойд үйдегі Хавьердің қуыршақтарына назарын аударады. Ал бұл уақытта Хавьер белгісіз бір тасталған үйге келіп, бұл жерге жанармай төгіп жағып жібереді. Бірнеше уақыттан кейін осы орынға келген полицейлер құлыпталған сандықты тауып алады. Ал ішінде балқытылған пластик. Өрттен кейін Хавьер орманға қарай аттанады. Еркектің қасында мені аяй көр деп отырған қызды көреміз. Қызды мойнынан құшақтап алған Хавьер оны арғы дүниеге аттандырады. Хавьер болуы мүмкін деген тағы бір мекенжайда тауып алып ішке кірген олар құлыптаулы жертөлеге тап болады. Бірақ есікті бұзып кіре алғандармен онда Хавьер жоқ. Керісінше бірнеше ай күн сәулесін көрмеген қаншама азаптаулардан кейін әрбір дереу қимылдан қатты қорқып қалған қызды табады. Құрбанды дәрігерлердің қолына тапсырған Маршал құрбанның аузынан өзі секілділердің тағы үшеуі болған естиді. Осы кезде егер үшінші қызды табатын болса, Хавьерді ұстайтындары түсінікті болады. Қашқынның өмірбаян оқуға кіріскен Джулиана еркектің неге бұлай агрессивті болып кеткенін анықтауға тырысуда. Сөйтсе Хавьердің анасының кесірінен ауыр балалық шағы болыпты. Ал анасы болса ежелгі кәсіптің өкілі болған. Соңғы рет Хавьер өзінің анасын 9 жасында көрген. Осы себептен де еркек сондай тектес әйелден өтеу алу ынтасы пайда болуы мүмкін. Осы ақпараттардың бәрін анализден өткізіп жатқан Ллойд бір қорытындыға келеді.
Ллойдтың болжамы бойынша Хавьер өзінің қарапайым отбасылық өмірін сүріп жатқанда оған осы коллекцияларды еске түсірген бір себеп болу қажет. Ордерге рұқсат алған команда Хавьердің үйін тексеруге кіріседі. Олардың еңбегі зай емес, өздеріне керекті ақпаратты таба алды. Сөйтсе, қолдан жасалған картинкаларда тұтқындардың денелерінің бөлшектері тығылған екен. Әйелдердің тістері, тырнақтары және шаштары. Табылған тістер мен тырнақтардың өздері табылған екі құрбанға тиесілі екен. Демек олар шашқа ДНК сараптамасын жасау арқылы әлі қайда екені белгісіз үшінші құрбанды таба алулары қажет. Оларға үшінші құрбанды тірі күйінде тауып, сонымен қатар Хавьердің де қайда екенін анықтай алулары керек. Барлығы Маршал болжағандай келе жатыр. Эксперттер сандықтан табылған ертіліп кеткен пластиктегі кейбір таспалардан Джулияны маньяк өзінің құрбанын тығып қойған мекенжайды анықтай алды. Өздерінің кеш барғандарына қарамастан өрт арасында Маршал бастаған команда құрбанды құтқарып қана қоймай, өртеніп жатқан бөлмеде қалып жазадан құтылып кеткісі келген Хавьерді құрықтай алды. Хавьерді полицей көлігіне отырғызғасын, оның қасына келген Маршал мен сені өмір бойы жалғыз камераға бас бостандығынан айыруды ұйымдастыратын психиатрдың экспертизациясын жасататын боламын деп уәде береді. Ал Эрика мен команда арасында түсініспеушілік орын алып, олар бір-бірімен қақтығыса бастайды. Осы сәтте Эриканың түрменің кесірінен баласын тартып алғанын білеміз. Осы қашқындарды ұстауға қатысу Эриканың өзінің қызымен жақын аралықта кездесуге мүмкіндік беретін жалғыз мүмкіндік екен. Рейге енді мен бұлай командаластарыма қарсы шаппайтын боламын деп уәде беріп, қызының суретін алған Эрика Маршалға істен Ллойдқа жасаған қылығы үшін алыстатып тастамағанына рахметін айтады. Осылай екінші сериалдың да соңына келеміз. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған Кино Айтушы.